Так, бүгін зумды жүргізетін арамызда негізі жай өмірде мұғалім болған, колледжде, институтта сабақ берген, қазіргі таңда жолдасымен бірге бизнес жасап жатқан кісі, ал Forever'ді қосымша жұмыс ретінде жасап жатқан кісі, бірақ соған қарамастан ай сайын 4 балын, жайлап уже астындағы командалар 4 балдарын орындап, жайлап бизнесқа жаңағы қосымша болса да бет бұрып жатқан кісі, Aloe Vera компаниясының супервайзері, 3 баланың анасы, бірнеше немересі бар, аяулы жар десек те болады, жаңа айттым, ол кісі колледжде сабақ берген, мұғалім болған, бірақ әр адамның арманы әртүрлі, бірақ бұл кісі бизнесті, қазір Forever компаниясында қосымша бизнес деп қолға алып, күнделікті әйтеуір шамасының жеткенше 1 сағат, 2 сағат уақыт бөліп отырып жұмыс жасап жатыр, бірақ соған қарамастан продукция туралы, маркетинг туралы өте ұқыпты, тиянақты, уже команда создавать етіп жатқан өте керемет жан. Қазір бір-біріміздің уақытымызды бағалап, микрофондарымызды өшіріп, бір-бірімізге немістемесін, сұқсылап тыңдайтын болсақ, онда өте көп бүгінгі день Aloe туралы, именно продукциялардың составтарын, продукциялардың қай жерімізге қалай әсер ететінін сіздерге былайынша айтқан кезде, жаңағы повезло дейді ғой, сіздерге жаңағы бүгінгі керемет мүмкіндік туып тұр. Сол үшін Күнсұлу ханым, мен микрофонымды өшіремін. Микрофон өзіңізде, продукция туралы жалғастыра берсең, сәттілік тілеймін. Жақсы. Саламатсыздар ма, құрметті Forever қауымы? Міне бүгін спонсорымыз маған керемет мүмкіндікті көрсетіп, міне осындай жаңағы мүмкіндіктің жолында осы продукцияларымызды жан-жақты жаңағы қалай қолданамыз оны, күнделікті өмірде адамдарға қалай ұсынамыз, сол туралы бізге керемет көшбасшы ретінде өзінің білімін беріп отыр. Міне сол білімнің нәтижесін кішкене өзімде жаңағы қабылдап, сіздермен бөлісейін деп отырмын. Рахмет тыңдап отырғандарыңызға. Міне бұл жерде мен бүгін жаңағы буын ауруларында суставной наборға кішкене тоқталып өтейін деген едім. Міне бұл жерде бұл суставной набор бізге не үшін қажет? Өйткені қазіргі уақытта өте адамдардың саны, жас қыз-келіншектер болсын, ер азаматтар болсын, жаңағы үлкен адамдар болсын, өте көп осы буын ауруларына зардап шегіп отыр. Не үшін? Өйткені ол күнделікті айтып отырады бізге жетекшіміз, мынау тұқым қуалаушылық, кейін стресс, экологиялық жағдайға байланысты осындай түрлі аурулар шығып отырады деп. Міне енді мысалы адамның организмінде негізі кішкентай нәресте болып туылған уақытта, кішкентай балаларда 90%-дан көбірек су болады екен адамның организмінде. Ал біздің өмір сүру барысымызда мынау жасымыздың ұлғаюына байланысты сол сулардың несі кеми бастайды екен. Міне сондай жағдайда мінекей адамның буындарындағы сұйықтықтың кемуіне байланысты адамның буындарында ақаулар пайда болып жатады екен. Міне сондықтан бұны жаңағы осы сустав буын ауруларында мына жерім ауырады, мынадай деп келген адамдар көпшілігі мына біреуін алсам болады ма деген сияқты пікірлер айтып жатады. Міне сонда кішкене өзіміздің жаңағы білімімізбен кішкене оларға бағыт бағдар беріп жіберуіміз керек екен. Өйткені мысалы осы жерде бір басында айтып кете салайын, бір келіншек кездесті, жас әлі, сол айтады, 7 жыл ауырдым дейді, буын ауруларымен да. 7 жыл ауырдым, бірақ ешқандай дәрі-дәрмек қолданбадым, бармадым шетке. Ақырында 7-ші жылы орнынан тұрамай қалғаннан кейін балалар докторға апарған кезде уже әбден жаңа сұйықтық жоқ, енді операция жасап ауыстырмасақ болмайды деп жаңағыдай не дейді,
өздерінің бір аппараттары бар екен ғой, соны қойып қояды деді. Қойды уже маған дейді, бірақ отыра алмаймын дейді. Бір жерге барсам, столда отыруым керек, үйде аяғымды созып отыра алмаймын дейді. Көрдіңіздер ме, жас әрі өте қиын жағдай. Міне сондайға бармау үшін осындай түрлі біздің Forever Aloe Vera компаниясындағы буындарға арналған продукцияларды барлығын бірден қолданып отыруымыз керек екен. Соның ішінде бірінші Forever Freedom, яғни шырына, еркіндік шырына, свобода деп айтып жатады. Өйткені жаңағы адамның сол буындарына былайша айтқанда еркіндік береді екен. Ол үшін қандай еркіндік? Яғни жаңағы адамның организміндегі сол сұйықтықтардың азайып кетуінен буындардағы мынау арқаның құрысуы болсын, белдің ауруы болсын, грыжа дейміз, аяқтың, тізенің ауруы деп жатамыз. Міне соның барлығын жаңағы алдын алатын бір табиғи өнім болып табылады екен. Forever Freedom шырыны. Онда құрамында глюкозамин, хондроитин, MSM және С дәруменімен бірігіп тез сіңетін сұйықтық болып табылады екен. Енді бұлар біз организмімізге қалай әсер етеді дейтін болсақ, мысалы үшін медицинада да жақсы жаңағы препараттар қолданылып жатады осыған, бірақ кейбір жағдайда мысалы жаңағы Британияда осы медицинаның ең күшті препараттарын қолданып осы буын ауруларында адамдарға қолданған кезде ол өте тез нәтиже берген, нәтижесі жақсы болған, бірақ ол адамдардың гастрит және ұлтабар тағы ауруларының өршіп кетуіне сол жағынан адамдар қиыншылық көріп, мынау көптеген адамдар сол мәселе бойынша денсаулығына қиын жағдай болған екен. Міне сондай болмаудың, яғни не үшін? Өйткені медицинада сол адамның суставтарындағы сұйықтықты сырттан инъекция арқылы көпшілік жағдайда тері уколдар салу арқылы сұйықтықты беріп жатады деп көп естіп жатамыз. 6 айдан кейін кел деп айтты, бұл 6 айға дейін жетеді деп айтты саған дегендерді естеміз. Енді оны салдырғанменен өткенде де айтып едік, адамның организмі жақсы қабылдамайды екен, яғни ішек қарындар не жасайды екен, отказ береді екен, қабылдамайды екен. Оны қабылдамаған екен, ол тізеде немесе басқа да жерде біраз тұрады екен, салынған инъекция, сөйтіп ол әсерін тез жоғалта бастайды екен. Міне сөйтіп біздің Forever Aloe Vera компаниясы бізге керемет осындай организмге өте тез сіңетін және ешқандай жанама әсері жоқ, кәдімгі тамақ ретінде қолданатын бізге керемет шырын жаңағы ұсынып отыр екен. Міне сонда жаңа айттық, глюкозамин, хондроитин, MSM және С дәрумені бірігіп тез сіңетін сұйықтық болады. Бұл жерде мысалы құрамында С дәрумені бар екен. Яғни сол организмдегі жаңағы тіндегі бүкіл нелердің бір-бірімен байланысын реттеуге көмектесіп отыр екен. Сонда глюкозамин сульфат бұл теңіз жәндіктерінің қабыршақтарында болады екен. Онда ғана су шаяны деп жатады, түрлі теңіз жәндіктеріндегі сол қабыршақтарынан. Олар тканге зақым келтірмей, жаңағы шеміршектегі сұйықтықты сақтап отырады екен. Сөйтіп шеміршекке 4 сағатта жетуіне мүмкіндік беріп отырады екен. Яғни ойлап қарасаңыздар, бұл неге буындарға арналған өнімді наборды қолданғаннан кейін адамда кейбіреулерде 3 күн, 4 күнде, кейбіреулерде 1 апта, 2 аптада өзгеріс байқала бастайды. Енді осы жерде медицинадан хабар бар адамдарды айту мүмкін, басқа медицина жаңа препараттарды солай әсер етеді ғой деп та, сондай тез әсер етеді, бірақ бұл жерде өздеріңізге белгілі жаңағы жанама әсері жоқ адамның организмін. Жаңағы осы Forever Freedom шырынын ішкен уақытта біз тек қана суставтарға емес, бүкіл организміміздегі басқа органдарымызға да көмектесіп отырады екенбіз. Біріншіден жаңағы терінің жаңаруына, кейін тері мен жаңағы еттің арасындағы шеміршектердің жұмыс істеуіне. Өйткені сол тері мен жаңағы еттің арасындағы шеміршектердің жиырылып, созылуы нашарлай бастаса, онда адамның организміндегі өкпенің жұмысының нашарлауына алып келеді екен. Көрдіңіздер ме? Демек,
біз жаңағы ой аяғым ауырды немесе белім ауырды деп жүре беретін болсақ, жаңағы ол өкпеге де әсер етіп жатады екен. Басқа да мына бауыр, бүйрек жұмыстарына да кері әсерін тигізіп. Сондықтан тез кішкене жаңағыдай белгі болды ма, ішуді бастап отыруымыз керек екен. 4 сағатта жетеді деп отырған себебіміз Freedom шырыны негізінен алоэ вера гель негізінде жасалынған. Сондықтан алоэ вера гелі бұл жерде сол мынау Forever Freedom шырынының құрамындағы глюкозамин, сульфат, хондроитин сульфат дейміз. Мына С витаминдерінің барлығы организмге тез жетіп баруына көмектесіп отырады. Өйткені алоэ вера гелін өзі айтамыз, организмге суға қарағанда өте 4 есе тез сіңеді деп. Сондықтан әрбір продукциясында сондай керемет адамның организміне тез сіңетін қасиеті бар екен. Содан 4 сағатта жетеді деп отырған сол бірден ауырсынуды басады. Хондроитин сульфат, ол мына акуланың шеміршегіне алынады екен. Бұл айтып жатқан жаңа хондроитин сульфат, глюкозамин сульфат деп айтып отырғанымыздың барлығын адам организмінде өзі шығарып отырады екен. Бірақ ол жеткілікті мөлшерде болмай қалады екен. Жаңағыдай жасымыздың ұлғаюына байланысты, немесе түрлі стресс жағдайларына байланысты, әртүрлі жағдайға байланысты ол азайып кетіп отырады. Сондықтан біз оны сырттан қабылдап отыруымыз керек екен. Бұл жаңа хондроитин сульфат деген акуланың шеміршегінен алынады екен. Бұл үлкен молекула адамның шеміршегінде өзінің әрекетін бөліп шығарып отырады екен. Бұның хондроитин сульфаттың бір ерекшелігі ауруды басып, оның жаңағы аурудың ары қарай асқынып кетпеуіне жол бермейді екен. Өйткені әрбір бұл жерде ішкеннен кейін организмге жаңағыдай сұйықтық, буындарға сұйықтық іштен барып отырады екен. Жаңағыдай сырттан бергеннен гөрі осылай ауызбенен қабылдауға бұл компания үлкен мүмкіндік беріп отыр. Ал MSM дегеніміз метил сульфанил метан. Бұл металдық емес, күкірттік компонент болып келеді. Ол күкірттің өзі ағзаның өсуі мен қызметін қалыпты деңгейде ұстап отырады. Ал бұл біз ішіп отырған азық-түліктерден алуға болмай ма деген сұрақ туындайтын болса, әрине MSM, яғни жаңағы метил сульфанил метанды біз түрлі жеміс-жидектерден, мынау азық-түліктерден, ет өнімдерінен, түрлі өнімдерден алуымызға болады екен. Бірақ өздеріңізге белгілі, қазіргі уақытта оларды қуырып, көбірек қайнатып отырғанымызда олар өзінің әсерін жоғалта бастайды екен. Сондықтан бізге аз мөлшерде келеді екен организмімізге. Содан бұл MSM-ге организм өте күнделікті кәдімгі бір шай қасықтай организм талап етіп отырады екен. Бір шай қасықтай талап отырады екен, мысалы үшін MSM-нің өзін. Ал оның ішінде глюкозамин сульфат бар, хондроитин сульфат бар, С витамині бар. Оларды есептемегенде MSM-нің өзін жаңағыдай талап етіп отырады. Сондықтан біз қанша көбірек ішсек, соншалықты организмімізге көмек беріп отырады. Одан кейін өздеріңізге белгілі, жаңа айттық, терінің жұмысын жақсаруына, өйткені MSM жаңа клеткалардың жұмыс істеуіне ықпал етіп отырады. Мынау қан айналымын жақсартады екен организмдегі. Сонымен бірге организмдегі небір уытты нелер болады, вирустар мен бактериялар болады. Солардың организмнен шығып кетуіне оң ықпалын тигізіп отырады екен. Сондықтан енді бұл құрамында, Forever Freedom шырының құрамында бұл жаңағы MSM-нен басқа тағы да С дәрумені бар. С дәруменінің қызметі қандай? С дәрумені бұл жаңағы MSM-нің қызметін күшейтіп отырады екен. Жаңағы былайша айтқанда, оның құрамында өзін жаңа айтты, алоэ вера гель негізінде жасалынған деп. Ал алоэ вера гелі қажетті заттарды биологиялық жаңағы жетімділігін тездетеді екен. Жаңағы осы айтып отырған глюкозамин, хондроитин, глюкозамин сульфат, С дәрумені, MSM-нің барлығын алоэ вера гелі организмге жеткізіп беруге қызмет атқарып отырады. Сондықтан да бұл Forever Freedom шырынын біз жаңағыдай ішкен уақытта сондай бір керемет мүмкіндік алып отырады екенбіз. Одан кейін өздеріңізге белгілі, бұл суставной наборды ішкен уақытта құрамында алоэ вера гелін салады. Өйткені оны кішкене азанда ашқарында бірінші бастаған уақытта ішіп отыру, ары қарай кейін сол мына Freedom шырынын екеуін бірге қолдана беруге болады. Міне солай ішіп отыруымыз керек екен. Сонымен бірге бұл ненің құрамында
суставной набордың құрамында прополис та бар. Ал бұл прополис негізінен күшті антиоксидант болып табылады екен. Қандағы холестериннің деңгейін 70%-ға төмендетіп отырады қасиеті бар. Про алды, полис қала деген мағына білдіреді. Яғни алды қорғалған қала. Өйткені бұл аралар прополисті өзінің жаңағы түрлі жауларынан қорғау үшін, өзінің ұяларын стерилді ұстау үшін прополисті жасап отырады екен өздері. Араның өздері дайындаған керемет өнім бұл. Табиғи өнім. Ешқандай құрамында бояуыш жоқ компания. Сондай керемет айттық қой өткенде. Компанияның есінде заводында 1700-ден астам ғалымдар жүреді екен. Міне солар әрбір өнімнің құрамын, сапасын тексеріп, барлығын баламасын бірдей етіп, адамның организміне толық жететіндей етіп дайындап беріп отырады екен. Міне соның бірі прополисі. Бұл прополистің ерекшелігі тағы да компания өте таулы, таза аймаққа да қойылған ара балының прополисі екен. Міне сондықтан біз бұны, некен прополисті өздеріңізге белгілі, құр өзін жейтұғын болсақ, кішкене ащылау болып келеді. Сондықтан бұл компания прополиске бадам дәнегінің сығындысын қосып отырады. Ол да бадамды да білесіздер, өте емдік қасиеті керемет. Сонда мынау осы Forever Aloe Vera компаниясының консультант мүшесі доктор Фредфорд Викс деген адам өзінің тәжірибесінде осы прополисті өте кең қолданатынын атап өтеді. Онда прополисті дейді микробтарды, вирустарды, бактерияларды, жаңағы бактерияларды өлтіріп отырады дейді. Одан кейін мынау рак пенен жүрек ауруларының алдын алады. Бұны қолданған уақытта міндетті түрде мөлшерін жаңағы мөлшермен ішкен дұрыс дейді жаңағы доктор соның бірінде. Яғни ол жерде мысалы ойық жаралы, асқазанның ойық жаралы ауруларына өздеріңіз білеміз, прополисті мынау неге мынау тыныс жолдарына, сонымен бірге бізге буынға да керемет. Не үшін? Өйткені жаңа айттық қой, қандағы холестериннің деңгейін 70%-ға түсіреді, одан кейін түрлі вирустар мен бактерияларға қарсы тұрады. Оның барлығы біздің суставтарымызға өте қажетті өнім екен. Сонда айтады, ойық жаралы өте ауыр жағдай болса, асқазанда дейді, онда күніне 3 мезгіл жаңағы 4-5-бесеуден ішуді ұсынамын деп жатыр. Ал егер қандағы холестерин деңгейін түсіретіндей болса, күніне 3 мезгіл 2-ден ішіңіздер деп отыр. Міне сондай мөлшерменен қабылдауды ерекше атап өтіп отыр. Прополистің тағы да былай қарайтын болсақ, өзіміздің анау неге каталогта, одан кейін жетекшіміздің бізге ұсынып отырған әрбір неге қайсын береміз деген уақытта көпшілік барлығына былайша айтқанда прополис өйткені табиғи өнім, 100% табиғи өнім. Енді сонымен бірге бұл жерде актив Х буынға арналған актив Х деген өніміміз бар. Адамның буындары мынау 230 буынды құрап тұрады екен. Міне сонда актив Х дегеніміз бұл гиалурон қышқылы екен. Бұл гиалурон қышқылында организміміз өзі бөліп, өзі өндіріп отырады екен. Бұл да жаңа түрлі жағдайларға байланысты азайып кетеді адамның организмінде. Бұл гиалурон қышқылының қызметі қандай? Гиалурон қышқылы әрбір буынды қоршап алып, еркін қозғалуына ықпал етіп отырады екен гиалурон қышқылы. Сондықтан бұл актив Х-ны керемет жаңағы суставқа қолданып отырсақ болады. Жаңағы еркіндік шырыны да актив Х да кейін қазір тағы айтамыз. Барлығы бұл біріншіден буынның қызметін реттейді, екіншіден теріні ылғалдандырып майлап отырады екен. Актив Х-ның керемет сондай ерекшелігі, теріні ылғалдандырып майлап отырады екен. Көрдіңіздер ме? Жаңа сұйықтықты ешқандай сырттан алудың қажеті жоқ екен. Іштей алсақ өзі қан арқылы барып, сонымен бірге бұл актив Х тек қана буынға емес, ішкі органдағы организмімізге қан айналымын жақсартып отырады екен. Ішіп отырсақ, байқасаңыздар осы суставной наборды алып ішкеннен кейін 2-3 аптадан кейін адамдардың көз жанарында, жалпы бейнесінде әдемілік байқала бастайды, өйткені теріні ылғалдандырады. Қимыл қозғалысты жақсы қалпына келтіріп қояды. Соңғы уақытта актив Х-ны табиғи тәсілмен
майлайды деп айтады екенбіз. Құрамында тыныштандыратын имбир және куркума лонг майы қосылған. Имбир және куркума лонг майлар. Бұл имбир мен куркума лонг майларын неде Қытайда ежелден осы адамдардың организмдегі осы буындардың қызметінің жақсаруына, жалпы адамзаттың түрлі ауру сырқауына қарсы өте көп қолданылып келген екен. Міне сол керемет өнім активқаның құрамында бар екен. Одан кейінгі өнім Forever Move деп айтылады. Бұл да суставтардың қызметін жақсартуға арналған. Бұл бұлшықеттер мен буындарға арналған азықтық система болып табылады. Бұл Move'тың бір ерекшелігі, жаңа активқадан енді қандай ерекшелігі бар дейтін болсақ, әлемде ешқашан қолданылмаған, ешқандай жаңағы медицинада да қолданылмаған бір табиғи қоспа негізінде жасалады деген. Яғни оның біріншісі бұл құрамында хондроитин, гиалурон қышқылы, глюкозамин, глюкондар мен коллаген бар табиғи өнім екен біріншісі құрамындағы. Көрдіңіздер ме? Коллаген деп жатыр. Мысалы, кейбіреулер коллаген бар ма деп жиі сұрап жатады. Олар жаңағы теріміздің қызметін жақсартуға, ылғалдандыруға өте керемет өнім деп коллагенді. Бұл Move'тың құрамында да коллаген бар. Сонымен бірге екіншісі куркумадан алынған куркумин деп аталады екен. Бұл жерде де куркуманың аты аталып отыр. Яғни бұл бұлшықеттер мен буындардың еркін қозғалысын қалпына келтіріп отырады екен ішкеннен кейін. Іштей жаңағы буындарда сұйықтықтың мөлшерін көбейткенде арнайы көп мөлшерде емес, өзінің белгілі бір мөлшерінде беріп отырады екен. Міне сондықтан бұл Forever Move'да да жаңағы Forever актив қаны да Forever еркіндік шырынымен және алоэ вера гельмен бірге ішсеңіздер, өздеріңізге белгілі керемет нәтиже, керемет мүмкіндікті көреді екенбіз. Ал енді мына біреуін алсам болады ма деген сияқты жаңағы айтқан кезде осылай жан-жақты бір-бірімен байланысы бар екендігін түсіндіріп отырсақ керемет болады екен. Яғни жаңа айттық қой, мына құрамындағы хондроитин, гиалурон қышқылы, глюкозамин, глюкондар, коллаген, соның барлығының буындарға, теріге, шеміршектерге жетуіне жаңағы еркіндік шырыны мен алоэ вера гелі қызмет атқарып отырады екен. Яғни бұл екеуін транспорты, мынау ішіп отырған активқа, Move'тың болсын, жаңағы прополистің болсын, транспорты деп. Мысалы, бір жерге барсақ, транспорттан барсақ тез жетеміз, сол сияқты транспорты деп айтсақ болады екен. Керемет осындай мүмкіндік. Бұны жаңағы күніне 3 түйір қолданып отыруымызға болады екен. Енді осы жерде тағы да Forever хит мазын алады кремін бар. Бұл жерде тері асты қан айналымының жылдамдығын арттырып отырады хит. Бұны алғаннан кейін бір-ақ мезгіл жағып алып жүре бермеуіміз керек екен. Күніне 3-4 рет жақсақ керемет нәтиже береді екен. Балаларға болсын, үлкендер болсын, мысалы үшін жаңағы буындардағы созылмалы аурулар ма, не болмаса бір спорт жағдайында бір денеге ауыр соққы тиді ма, міне сондай жағдайда күнделікті 3-4 рет қолданып отырса керемет нәтиже береді. Одан кейін өздеріңізге белгілі температураның түсуіне де мүмкіндік бар. Арқаға, тамақтарға жағып отырса керемет жаңағы осы буындардағы ауырсынуды басады. Ең бірінші қызметі хиттің өзімізге берілді. Ал енді сонымен бірге ол хит қыздыра отырып емдейді. Адамның организмін жаққан кезде буындарымызды қыздырып, жаңағы айтып отыр ғой, қан айналымының жылдамдығын арттырғаннан кейін өзінен өзі жаңағы ауырған жерлеріміз басыла бастайды. Соның тағы да бір гель, MSM гелі, бұл буындар мен жаңағы бұлшықеттердің жұмысының реттеп, онда да жаңағы қалыпты жағдайға келтіріп отыратын тамаша Forever MSM гелі. Бұл MSM деп отырғанымыз метил сульфанил метан деген мағына білдіреді екен. Бұл тіндер мен буындардың негізгі компоненті болып табылады. Жаңағы аяғым ауырғаны қоймай жатыр, қатты ауырып жатыр деген адамға беретін болсақ, жаңағы
2-3 күн қолданған екен, ол адамда өзгеріс байқала бастайды, ауырғаны қояды. Өйткені мынау тіндер мен буындардың, бұлшықеттердің бұлшықет пен мына терінің арасындағы сұйықтықты сырттай қалпына келтіреді. Жаңағы айтқанымыздың барлығы іштей сұйықтық берді ғой. Шырын, активқа, мов, жаңа прополис барлығы қызметін атқарып отырып, ал енді бұл MSM келді сырттай жағатын болсақ, сырттай жаңағы теріні нәрлендіріп, тері мен жаңа шеміршектің арасындағы сұйық болу керек екен негізі. Сол сұйықты осы MSM гел береді екен. Өйткені кейбіреулер мына ішетіндерін алдым ғой, бұл гелді алмай қойсам бола ма деген сияқты айтып жатады. Жоқ, қолданғаннан кейін осыны бірге қолдансақ, бұл сырттай енді керемет жаңағы бір жаққаннан кейін азанда ауырсын оны басады кәдімгідей. Мысалы бір керемет жұмсақ жаңағы ет пен терінің арасында бір не дейді, бір сол сұйықтың барғаны сезіледі адамға қолданған болсаңыздар. Бұл жаңағы MSM-де адамның организмінің әрбір жасушасында болып отырады екен. Құрамындағы алоэ вера гелі жаңағы ағзамызға терең енуіне көмектесіп отыр екен. Бұл жерде де алоэ вера гелі көмекке келеді екен. Өйткені құрамында жаңағы алоэ вера гелі бар. Кейін бұл MSM-нің құрамында жажоба майы, міне жаңағы бірнеше емдік қасиеті бар ағаштардың майын қолданып отырады екен. Алоэ вера гельмен бірге, сондықтан тамаша адамның организмінде мына бұзылған ткандер мен буындарға жаңағы тасымалдап отырады екен. Қай жерге керек екендігін жаңағы алоэ вера гелі мен шырыны тасымалдап жеткізіп отырады екен. Сондықтан да жаңағы суставной набор деген кезімізде осыларды барлығын бірге қолдансақ, тез нәтиже беріп отырады екен. Әрине жаңағы әрбір адамның денсаулығының жақсаруы әрбір адамның өз қолында дейді. Бұл айтып отырған құрамындағы өнімдердің барлығы, тағы да қайталап айтамыз, адамның организмінде өзі болады екен, бірақ кейбір адамдарда азайып кетеді, кейбір адамдарда жас келуіне байланысты мөлшері кеміп кетеді. Міне сондықтан әр уақытта ауыз арқылы қабылдауға мүмкіндік ұсынып отырған Forever Aloe Vera компаниясының керемет мүмкіндігін қолдануға барлықтарыңызға кеңес беремін. Көрдіңіздер, демек бұл әрбір продукциясын қолдансақ, тек қана бір жаңағы буын деді ма, сол суставқа ғана емес, бірнеше аурулардың несін алдын алып қояды екенбіз, бірнеше ауруларды емдеп алады екенбіз. Ал оны біз білмейміз. Не үшін? Өйткені каталогты көрсек, басында өзі каталогта жазылғаны алоэ вера гелі табиғи емші деп қойған. Яғни біздің міндетіміз ішу екен, ішке барғаннан кейін қызметін өзі атқарып жатады екен. Қай жерімізде бұзылған ткандер мен буындар бар, қай жерде сондай қан айналымында жетіспеушілік бар, барлығын внутренний доктор деп айтады, барғаннан кейін өзі реттеп отырады екен. Ал енді басқа жерге барып емделетін болсақ, әрқайсысына жеке-жеке препараттар алып ішуге тура келіп отырады. Міне бұл жердегі ең біздің мүмкіндігіміз жалпы осылай бірге алған кезде керемет нәтижесін көреді екенбіз. Айтып отырмыз ғой, крем бетіңізді әдемі болып шыға келеді екен, терілерді әдемі болып шыға келеді екен. Денеңіздің жиырылып, созылып отырғанда тұрғанда қиыншылық болмайды. Мінекей міндетті түрде басында айтып кеттім. Міндетті түрде белгі берілді ма, белден ба, аяқтан ба, түрлі буыннан белгі берілді ма, тез алдын алып қолдануға кеңес береді екенбіз. Өйткені ары қарай асқынып кетсе, онда мен іштім ғой, мына болмады ғой деп отырғанымыз болмайды. Алдын ала тез бастап ішіп қолданып отыруымыз керек екен. Керемет мүмкіндік алоэ вера компаниясының бізге ұсынып отырған. Міне осыменен мен жалпы атап өттім. Буындарға арналған кішкене Forever Aloe Vera компаниясының бізге берген керемет мүмкіндігін сіз бен біз қолданып мол табысқа жетейік. Дендеріңіз сау болсын, барлықтарыңыз табысты болыңыздар, берекелі, мерекелі болыңыздар. Жақсы, рахмет тыңдағандарыңызға.